Жұбайлар бір-бірінің мінезін зерттеп білмей, некенің бақытты болуы екі талай. Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Жақсы отбасыда жазалау деген атымен болмайды, ал бұл отбасы тәрбиесінің ең дұрыс жолы. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Тәрбиешінің нағыз данышпандығы әкенің, шешенің, педагогтың балаға бақыт беруі. Балалық шақтың бақыты жылылық пен қорек беретін отбасының тыныштығы. Отбасы шағын мемлекет. Мен президент, сен премьер. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт. Жас күнде көрген өнеге. Адам адамнан мына үш нәрсе арқылы озады. Әуелде адамға Алла тағала сыйлаған туа біткен дарын, талант, ерекше қасиет. Екінші орта тәрбиесі, отбасы, әке-шеше, телевизор, интернет, балабақша, мектеп, достары, мұғалім, қоғам тәрбиесі. Үшінші адамның субъектив, жеке тырысшаңдығы, кітап құмарлығы, ізденімпаздығы. Біздің жас жұбайларымызға шыдамдылық жетіспейді, ал мықты отбасы құру үшін жұмыс пен уақыт қажет.